Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбелі булочкалардың рецептісін бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызға қантымызды салып, 2 есе көбейгенше миксерлеп аламыз. Содан кейін барып қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін жылы сүтімізбен ерітілген сары майымызды, дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, орамалмен орап қоямыз да 30-40 минутқа көтеруге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше енді начинкасын дайындаймыз. Творогымызды мен блендерден өткізіп алдым. Қантпен және де мүйіз салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды аламыз да 2 бөлікке бөліп алдым. Содан кейін жаямыз. Жұқалығы осындай болу керек. Үстіне сары майымызды жағып, творогымызды жағамыз да рулет етіп ораймыз. Рулеттерімізді пышақтың көмегімен кесіп аламыз, өзімізге керек мөлшерде. Содан кейін барып астын ұнға аунатамыз да пергамент төселген противнаға барлығын қойып шығамыз. Содан кейін барып бетін жауып, орамалмен 15-20 минутқа қойып қоямыз көтерілуге. 15-20 минуттан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз барлығына. Содан кейін қызып тұрған пеште 170-180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, булочкаларымыз қып-қызыл болып, прям мощный болып пісті. Дәмі деген сөзсіз, прям күшті. Осы рецептпен дайындап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған Айгүл Молдағалиевна.